қартайған кездегі әдемі жаңа осанкаңызды былай бүкпей таяқпен жүрмес үшін сіздің қазіргі күнделікті жасайтын әрекеттеріңіз сіздің сапалы өмір сүруіңізге себеп болады. Көп стрессте жүрген адамдарда онкология болып қалады, немесе оларда бір тяжелый заболеваниялар болып қалады. 2024-те Европаға бардық та, и олардың тамақтануына қатты таң қалдым, и бір жағынан тамсандым деп айтуға болады. Аида ханым, бізде айтады ғой, қазақта бірінші байлық денсаулық деп, екінші байлық ақ жаулық дейді, үшінші байлық оң саулық дейді. Бұл жерде енді денсаулықтың маңызы өте зор екенін біз өткен подкасттарда да, жалпы сіздің парақшаңызға қарап та түсініп келе жатырмыз ғой. Жаңағыдай дәлел көп болып жатыр да. Әркімнің ұзақ өмір сүргісі келеді. Бірақ ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек деген сұраққа әркімнің жауабы дайын емес. Енді әрине бірінші Алла тағала өмір береді, бірақ одан бөлек те бір өзіміз амал етуіміз керек қой. Сол себептен осындай ұзақ өмір сүргісі келетін адамдарға қандай дәрігерлік кеңес беретін едіңіз? Енді мен дінде жүргеннен кейін біздің Аллах тағала біздің әрбірімізге определенный бір өмір береді да. Мен әр адамның тағдыры бар негізі. Бірақ біз өмір, сол берген Аллахтың берген өмірін сапалы сүруіміз маңызды да. Мысалы, кейбір адам 60-ға дейін, кейбір адам 100-ге дейін деген сияқты Аллах өзі бір өмір береді. Аллах әдейі біздің жасымыз, кететін жасымыз жасырып қойған, чтобы әрбір уақытымыз бізде құлшылықпен сапалы болу үшін да. Бірақ бізде превентивно интегративный медицинада мындай түсінік бар да. Егер адам өлетін алдында бір 6 ай ғана ауырса, ол нормально. Бұл жақсы өмір сүру көрсеткішін айтады да. Өкінішке орай қазір деген 20 жаста, 30 жаста қанша хронический аурумен келеді ғой бізге адамдар. Маған осы уақытқа дейін, мысалы 20-30-40-тағы адам мен еш жерім ауырмайды, просто профилактика жасайыншы деп келген адам жоқ та. Букетпен келеді деп қойсаңыз. Букетпен келеді да. Уже до такой степени уже бізде ушығып кеткен да проблема. Сондықтан мен айтатын едім, әр адам, біз енді қанша жас өмір сүретінімізді білмейміз, бірақ біз білеміз өмірімізді қалай сапалы жасауымызға болады. Сондықтан сіз мысалы қартайған кездегі әдемі жаңа осанкаңызды былай бүкпей таяқпен жүрмес үшін сіздің қазіргі күнделікті жасайтын әрекеттеріңіз сіздің сапалы өмір сүруіңізге себеп болады. Мысалы күнделікті спортпен айналысуыңыз, спорт залға баруыңыз, буындарыңызбен жұмыс жасауыңыз, уақытысында дәрумендеріңізді ішіп отыруыңыз деген сияқты нәрселер. Ол сіздің ертең қартайған кезде тіп-тік әдемі, продуктивны және сол 70-ге келсең де 80-ге келсең де адамдарға пайдалы бола алуың, бұл мені сапалы қартаю да. Жаңағы сапалы қартаю болсын, жақсы денсаулық болсын, сонда 5-ақ ереже болып тұр ғой, жаңағы ұйқыны дұрыстау, қимыл қозғалысыңды реттеу, дұрыс тамақтану, дұрыс су ішу, екеуі бірге кіріп кетсе, стресстен аулақ болу. Стресстен аулақ болу, сосын жаңа уақытылы чекаптарын тапсырып, анализдерін тексеріп, уақытылы тексеріліп отыру просто, қарапайым 5 нәрсе, қатты бір қымбат. Ақша да кетпейді, қатты бір уақытта кете қоймайды, әрі өзіңе де пайдалы, әрі қоғамға да, отбасыңа да барлығына жаңағыдай өзінің оң әсерін тигізетін факторлар. Бізде енді көбінесе қазіргі таңда ашығу деген хит болып жатыр, тренд болып жатыр ғой, жаңағыдай 3 күндік ашығуға кірем, 78 сағаттық ашығу, немесе бір кісілер 21 күн деген сияқты болып кетеді деген сияқты. Жалпы ашығу дегеннің пайдасы бар ма? Және қалай дұрыс ашыққан дұрыс? Негізі әрине пайдасы бар. Пайдасы болмаса бізге Аллах тағала оразаны бұйырмайтын еді ғой. Жалпы ашығу деген нәрсеге адам дайындықпен бару керек та. Сосын мен ол 70 күн ашығу, жаңа 70 сағат ашығу деген нәрселерге онша зай емеспін. Не үшін? Өйткені біздегі қазіргі уақытта қоғамдағы адамдардың көбісі истощенный. Яғни оларға и так-то дефицит, жаңа бүкіл витаминдері, минералдары, гормондар жетпей жатыр. И оның үстіне барады да ол тупо барып ашығатын болса, ешқандай дайындықсыз, ол отқа май қойған сияқты эффект алуы мүмкін да. Яғни бір жерін емдеймін деп, екінші жерін құртуы мүмкін. Сондықтан Пайғамбар саллаллаху алейхи қалай ашықты? Ол дүйсенбі күні және бейсенбі күні, понедельник, четверг ораза ұстады. Вот, пожалуйста, интервальное голодание. Самый жаңағыдай физиологичный ашығу. Зиянсыз.
болмаса жылына бір рет ораза айында бізге ашығуға мүмкіндік берді ғой. Вот сол кезде ашығу да. Ол дінде бар, демек ол жерде бір хикмет бар да. Ал мынадай бас көз жоқ, не су ішпей, не тамақ ішпей ашығу деген нәрсені мен өзім қатты қолдамаймын. Құптамайсыз? Иә, құптамаймын. Бірақ ашығу кезінде, мысалы оразаларда бізде аутофагия процесс іске жүреді. Ол кезде клеткалардың ішінде жаңағы деформацияға ұшыраған ақуыздар болады, керек емес нәрселер болады. Соның бәрін лизоцимдер өздері жеп тазалап, яғни біздің клетканың ішінде уборщицалар болады да. Соның бәрін жуып тазалап, клетканы тазартады. Вот ашығу сонысымен пайдалы да. Сонда міндетті түрде біз нәпіл оразаларды ұстасақ, бізге жылына бір рет келетін оразаны жақсылап ұстайтын болсақ, негізі оны жүктілер де, емізетін кісілер де ұстауға мүмкіншілік бар, егер дайындық жасаса. Просто бізде көбісі қорқады да, мен жүктімін, аяғым ауыр, немесе емізде маған бола ма, болмай ма деген сияқты. И оған орай соған байланысты мен негізі берекелі Рамадан деген курс жасаған болатын. Как раз оны қазір вот оразан келе жатыр десеңізші, иә. Оразан алдында как раз оны алып қолданса, негізі оразаны өте жеңіл ұстайды. Даже менде қант диабетімен бір кісі болған, 21 жыл ма қант диабетімен ауырады. Енді ол инсулинге тәуелді кісі ғой. Бірақ сол оразанды берекелі Рамадан курсынан кейін толығымен ұстап шығып, маған батасын берген болатын да. Сондай сияқты адамдар өте көп. Поэтому негізі любой ашығуға адам дайындықпен бару керек. Енді біздің қоғам әлі енді сол ашығу деген нәрселер, жаңа тазару, ораза ұстау, жалпы ораза ұстаған адамның өзі кәдімгідей бір жеңілдеп қалғанын, бір аурулары, қан қысым болатын болса, бір бәсеңдеп қалғанын байқайды ғой. Сонда бір деңгейдеміз да қазір. Бірақ әлі күнге дейін жаңағы ағзаны тазалау, дұрыс тазалау деген нәрселерге әлі бір ондай деңгейге бір қатты қоғам болып жете алмай жатырмыз сөйтіп қараған кезде. Ағза тазалау десе көп адам жаңағы бір медициналық орталыққа барып жату немесе. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр. Аллаға шүкір, бұған предзаказға ашық. Кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады. Шегін жуу немесе клизма деп түсінеді да, бет алып қараған кезде. Негізі үй жағдайында да ағзаны тазалауға болады. Үй жағдайында, үйде бар өнімдермен деген секілді. Осы туралы бір ақпарат беріп өтсеңіз, жалпы ағза тазалауды адам неден бастау керек, және бұл процесс қанша уақытқа созылу керек? Жылына бір рет қайталаймыз ба, бірнеше күн бола ма деген сияқты. Эффективный тәсілі қандай? Не үшін ағзаны тазалау керек қазіргі уақытта? Өйткені біздің ауамыз лас, суымыз лас, біздің тұратын жеріміз лас қой. Мысалы, обойма уже ол токсин бөледі. Пластик терезема уже токсин бөліп жатыр. Міне пластик мынандай орындық па, уже ол токсин бөліп жатыр. Яғни біз бүкіл токсиндердің арасында жүріп ортасында өмір сүріп жатырмыз. Хотя біздің жаңағы өміріміз керемет дамып кеткен, ойбай біз сондай заманауи керемет жерлерде өмір сүріп жатырмыз, инфраструктура дамып кеткен деп айтамыз, сөйтіп мақтанамыз да, аузымызды керіп. Бірақ Wi-Fi ма ол уже стресс қой негізі ағзаға. И біз не үшін ағзаны тазалауымыз керек? Осындай маленький нәрселердің бәрі біздің ағзамызда жиналады. Мысалы, мен көп байқаймын, адамдар пластикпен жаңағы ыстық тамақтарды ішеді, немесе пластикпен сорпалар ішеді деген сияқты. Оның құрамында қаншама бисфенолдар біздің ағзамызға еніп жатыр да, сол ыстықтармен бірге. И олар просто так жатпайды. Мысалы, бисфенол А онкологияны тудыруы мүмкін деген сияқты. Поэтому біз клеткалық уровеньде ағзаны тазалап отыруымыз керек, өйткені қоғамдағы болып жатқан бүкіл жағдай сол нәрсені требует. Сол нәрсені бізден уже талап етеді. Енді ағзаны қалай физиологиялық тазалау керек? Оны физиологиялық тұрғыда ағзаға зиян тигізбей тазалаудың да әдістері бар. Ол мысалы просто тамақтардың ішіндегі біздің ағзамызға қабыну тудыратын өнімдерді алып тастап, наоборот бізге күш беретін, энергия беретін, детоксымыздың фазаларын дұрыстайтын өнімдерді қосу. Ең бірінші осы тамақтан дұрыстау керек. Вообще мен айтам, тазалануды мидан бастау керек деп айтамын да. Потому что бүкіл адамдарда қазір негатив көп. Фокустың бәрі өңшен қорқынышты нәрселерде.
и негатив көп болған кезде біздің организмізде уже окисление жүреді. И даже закон притяжения дейді ғой. Біз ауру туралы, жаман нәрсе туралы ойлай берсек, оны өзіміз тартамыз да. Сондықтан мына басты тазалап жүру керек қой. Все время вот негативтен, жаманшылықтан, жаңа бір күнде болып жатқан соғыс бәлемайтар деген сияқты информациялардан, енді қазір информацияның заманы ғой. Но сондай нәрселердің бәрін миды всегда таза ұстауға тырысу керек. Фокусты таза, дұрыс нәрсеге ұстау керек та, өзіңіздің жұмысыңыз болсын, жаңа позитив, спорт деген сияқты нәрселерде. Одан кейін просто уайым, стресстің өзі организмде жаңа тотығу, окисление процесіне келеді. Өзіңіз байқасаңыз, көп стрессте жүрген адамдарда онкология болып қалады, немесе оларда бір тяжелый заболеваниялар болып қалады. Не үшін? Ол жаңағы окислениенің әсерінен болып қалады. Сонда біз түк те істемей-ақ, даже дұрыс тамақтанып та, бірақ миымызда жаңағыдай негатив болып жатса, біреуді өсектеп, біреуді жамандау болып жатса, біреуді мінін көру болып жатса, біз уже организмімізде жаңа тотығу процесінің әсерінен жаман нәрселер болып жатады да. Сондықтан миды таза ұстау өте важный нәрсе. Ағзаны тазалау мидан басталады негізі. Одан кейін питаниені тазалаймыз, жаңа айтып кеткендегідей. И одан кейін су балансын реттеу. Біздің каждый клеткамыз ол как будто бір аквариумда тұрған балықтар сияқты ғой. Яғни бізде клетка 99% суда да. Сумен болғандықтан обязательно су балансын реттеуіміз керек. Көп адамдар қазір обезбоживанный, немесе дұрыс су ішпейді, немесе жаңа оның орнына газированный напитоктар ішеді. Газированный напиток деген ішті деген сөз, яғни оның ОВП-сы плюс болады да. И ол жерде ол су просто так ішіп сыртқа шыға салмайды ғой. Ол организмде кәдімгідей жұмыс жасау керек. Су жұмыс жасау керек, сосын ол определенный путтармен сыртқа шығады. Ал жаңағыдай ОВП-сы плюс сулар ішкен кезде олар кәдімгідей ет тамақ жеген сияқты қорытылады да. Оның бәрі клетка арқылы өтіп, несеп зәр жүйесіне дейін өтудің бәрі ұзақ процесстер. Ол кәдімгі биохимия. И мысалы просто так газированный напиток ішу арқылы да біз организмімізді окисляем, и ол жерде жаңа кәдімгідей бірталай энергиямызды құртып, кәдімгідей организмімізді минусқа кіргізуіміз мүмкін. Одан кейін тағы не нәрсе біздің ағзамызды тазалауға көмектеседі. Ол біздің дұрыс ұйқымыз. Яғни біздің гормондарымыз өзінің нормасымен жұмыс жасайтын болса, ол да біздің ағзамызға өте күшті беретін көмек та. Яғни жаман нәрселерден тазалайды тоже. Поэтому бұл реттіліктерді поэтапно сақтау. Сосын менде негізі организмге жасалатын генеральная уборка деген бір техникам бар. Оны біз ағза тазалау курсында жасатамыз. Мысалы, жылдар бойы адамдардың жинаған токсин шлактарын жаңағы жуып шаюға арналған процедуралар бар арнайы. Сондай жасатуға болады. Оның барлығы енді біздің ағза тазалау курсында 28 күн бойы жасалатын нәрселер. 28 күн бойы мидан бастап тазалаймыз. Мидан бастап саусақтың тырнақтың ұшына дейін, аяқтағы тырнақтың ұшына дейін. Жақсы. Мына жерде адамдар айтуы мүмкін ғой. Қазір біз уже өзі андай айта беретін адамдарға сенбей қалатын болдық қой. Содан кейін немесе көрермендерге де қызық болуы мүмкін, жалпы дәрігер Аида Мұхтарованың өзі қалай өмір сүреді жалпы деген сияқты, былай алып қараған кезде қандай әдеттеріңіз бар өзіңіз қолданатын, мүмкін білмеймін, өзіңіз жылына бірнеше рет мысалы үшін неден өтіп тұрасыз, чекаптан өтіп тұрасыз ба, немесе ағза тазалау жасап тұрасыз ба, енді ораза ұстайтыныңыз анық. Одан кейін тағы да қандай бір әдеттеріңіз бар, осы өзіңіздің денсаулығыңызды, саулығыңызды күнделікті ме, әлде жылына бір рет жасап? Күнделікті және жылына бір рет. Ой, мен бар ғой, мен жылына базовый чекапты 4 рет тапсыратын шығармын. Одан жиі болмаса. Мен кішкене бір сигналдар бола ма, мен көп нәрсе күтпеймін. Және менде БРТ деген аппарат бар. Негізі БРТ обучениесінде болған, дәрігерлер жасаған. И БРТ аппаратта полностью чекаптың жаңағы қансыз тапсыратын вариант, электромагнитный резонансный системамен қарайды. Яғни ол жерде минералдарды, витаминдерді и полностью 36 уже 40 системаны қарай аласың да. И сонымен де контроль жасап отырамыз. Өзіме, отбасыма. Одан кейін ағза тазалау менде үйде ол постоянно. Яғни менің күнделікті жейтін тамағым үйдегі, сырттағы емес, жұмыстағы емес, үйдегі продуктілер бәрі ағза тазалау. Мысалы, таңертең уақытта ұйқыдан тұру, кокос маймен ауыз қуысын шаю деген сияқты бізде тапсырмалар бар ағза тазалауда, мен оны өзім жасаймын.
күнделікті күнделікті. Сосын 10 мың шақ жүруге не жасаймын, себеп жасаймын. Бір күн 10 мың шақ жасасам, если не получится, келесі күні онда мен үйде гимнастика жасаймын. Әйтеуір қимыл қозғалыста. Әйтеуір 30-40 минут қимыл қозғалысқа қоямын. Болмаса аппликатор бар үйде. Кузнецова аппликатор дейді, ине сияқты. Соларды басам, немесе арқаммен жатам деген сияқты. Аптасына бір рет обязательно менде спа, массаж, денеге общий массаж бөлек, бетке массаж бөлек. Өйткені мен ботекс, жаңағы не дейді, бетке жасалатын процедураларды мен жасамаймын. Қазіргі бетім сол массажбен ғана нормально болып табиғи сұлулық деп қойсаңызшы. Одан кейін не нәрсе тағы мен жасаймын. Хиджама жасатып тұрам, 3 айда бір деген сияқты. Жылына бір рет сүлік жасатуы мүмкін. Остеопластика жасатам, остеопаттарға немесе кинезиологтарға барам. Потом стоматологқа просто тексерілем, немесе мен уже 6 айда бір рет барам, немесе 1 жылда бір рет барам. Қазір полностью санация жасап жатырмын, оразаны алдында дайындық болып жатыр. Так, одан кейін не жасаймын мен? Определенный бір капельницаларым бар, алып тұратын. Өйткені мен өзім генетикам білем. Өзім проблемаларым білем, генетический картам бар. Соған байланысты болатын қауіпті аурулардың алдын алуға әрекет етемін. Сосын мен күнделікті ішетін баттарым бар өзімнің. Ароматерапия жасаймын. Мен ол әдетім. Мысалы, лаванда мен күнде ұйықтар алдында төсекке сеуіп қою, немесе диффузорға қойып қою деген сияқты. Таңғы уақытта ойды, ми жүйесін тазалайтын өзім ритуалдарым бар. Фрирайтинг жасап тұрам. В общем, мен процесс жыл бойы бітпейді десеңші. Наоборот, жыл сайын көбеймесе ол азайып жатқан жоқ. Есіне бірақ соның нәтижесін алып келе жатырсыз. Жаңа біз үзілісте сөйлесіп қалдық қой, өте көп бөлім шығарасыз, өте көп жұмыс істейсіз деп. Демек, соның барлығына энергия беріп тұрған осы процедуралар, осы процесстер, адамға көп жұмыс істеуге, көп қызмет қылуға, көп өзіне қарауға деген секілді нәрседен, И еще ол андай ғой, тек өзім алып жатқан жоқпын да пайдасын. Қасымдағыларда, мысалы, жолдасымда, балаларымда деген сияқты. И даже стоматологым айтады да, откуда у вас соншама энергия деп жатыр да. Хотя ол маған бір қатты энергия сияқты көрінбейді. Мен ойлаймын, ол просто өзің жұмысыңа деген махаббат, и сол нәрсені, мысалы, өзің пайдасын көргеннен кейін уже басқа адамдарға ұсынасың ғой. Бірақ бәрібір организмде иссушение болып тұрса, қанша жұмысын жақсы көрсең де мүмкіндік бермейді ғой, ол бермейді. Сондықтан, мысалы, менде де ондай уақыт болады, выгорание, жаңа истощение уақытысы болады. Ондай кезде мен тупо просто ұйықтауым мүмкін. Жаңа айтып қалдық қой, 4-5 этабы ғана бар, денсаулықты қалыпты, сау болып ұстаудың. Соның негізгілерінің біреуі дұрыс тамақтану, Демек біз айтады ғой, сен не жейсің, сен солсың, деген сияқты, соның нәтижесісің деген сияқты. Жалпы дұрыс тамақтану десе, көпшілікке бір қиын сияқты болып көрінеді. Қымбат, үйде жоқ, жаңағы продуктілерден, өнімдерден жасалатын деген сияқты. Дұрыс тамақтануды оңай қылып түсіндіріп беріңізші біздің көрермендерге. Негізі дұрыс тамақтану деген ол былай қазақ етілмей айтсақ, ата-бабамыз жеген тамақтар ғой. Біздің ата-бабамызда бидай өнімдер болмаған, картошка болмаған да. Жалпы біздің қазақ көшпенді болғандықтан сол малды жаңа қой, жылқы еттерін жақсы жеген ғой. Қойдың еті, жылқының еті, сорпасы, қымыз, шұбат деген сияқты нәрселер. Осы нәрселерді жейтін болсақ, біз дұрыс тамақтанамыз негізі. Яғни генетикамызда бұл нәрсе бар, и ол нәрсені тамақтану бізге жеңіл. Мысалы, қазір сізде жазылатқан кітап бар ғой, именно осы дұрыс тамақтану рецептлері, кітапша сияқты болып шығып жатыр. Сол жердің өзінен қарасаң, жаңа меню мәзірдің бетіп қарасын болсаң, аса бір қатты қиындық жоқ. Бәрі оп-оңай жасалатын. Қолдан жасалатын дүниелер деген сияқты да. Еще оған заранее заготовка жасап қойсам, мысалы, ол кітаптың да шығуы сол ғой. Мысалы, оны алған кітапты алған кісі сразу бір апталық менюін жасап қояды да. И миын бір аптаға босатады былай. Күнде мен бүгін не тамақ істеймін деген проблема болмайды десеңші. Ол проблема болмайды. Притом ол дұрыс тамақтануды істейді. И чувство вины да болмайды. Мен всегда дұрыс емес тамақтанамын деген сияқты болмайды. И мен ең қызығы дұрыс тамақтануға келген кезде уақытымды өте қатты экономдадым да. Мысалы, мен дұрыс тамақтанбай жүрген уақытым, мысалы, тұрмысқа шыққан жылдары
бір жылдай уақыт мен дұрыс тамақтанбаппын да, бірақ енді оған дейін де дұрыс тамақтанбай келгенмін ғой. И мен тұрмысқа шыққаннан кейін менде задача көбейді ғой. Тем более мен үлкен отбасына тұрмысқа шықтым да. И ол кезде мен не істейтін, таңғы ас жасайтын, таңғы аста кашалар, түскі ас, сосын кешкі ас, еще көп ер адамдар андай қазанмен жасайсың да, еще оған обязательно выпечкалар қосасың деген сияқты. Андай огромный еще дұрыс емес тамақтар, рожки бір нәрсе деген бір күнің бірақ ас үйде өтеді десеңші. Полностью кухар боласың да. И еще оларға қатты пайда беріп жатқан жоқ, қарындарын тойдырғаннан басқа. Ол білімсіздікпен уақытша ғана. Ал дұрыс тамақтануға өткен кезде, наоборот, менде көп уақыт пайда болды да. Потому что дұрыс тамақтанған кезде сен безберекет, жаңағы пирог пен шай іше салу деген нәрсе жоқ та уже. Режим бар. Режим бар и полноценный. Сенің тамағында белок, мысалы белоктың көздерінен ет, жұмыртқа, балық деген сияқты бір сол нәрселердің біреуін таңдайсың. Оған гарнир қосасың, мысалы гречка, немесе киноа или білмеймін, тары деген сияқты бір нәрсе қосасың. И клетчаткалар. Шөп-шалаңдар, брокколи, цветная капуста деген сияқты. И болды, осы тамақты қоссаң, сенде уже баланстағы тамақ пайда болады да. Сен осымен-ақ тамақтансаң, ол жеткілікті. Басқа тәтті нәрселер, жаңағы бауырсақ, самса бір нәрсе деген бәрі негізі артық қой. Жаңағы одан кейінгі шай ішуің, да. Холодный деген сияқты бізге кете береді ғой, жаңағындай дастархан алып келеді. И былай қарасаң, андай чайный столды бөлек жасаймыз деген сияқты ғой. Ананың бәрін ішіп жатқан кезде адам ішіндегі не былғып не болады екен деген состояние болады да. И мен бір қызық нәрсе айтқым келеді. Биыл 2024-те Европаға бардық та. И олардың тамақтануына қатты қалдым. И бір жағынан тамсандым деп айтуға болады. Кафелерінде адамдар просто су алып, андай өмірдің каждый сәтіне рахаттанып отыратын адамдарды көп байқайсың да. Просто сумен. И тамақтары алған адамдарды қарасаң да бір ыстық тамағы бар, и бір салат бар шығар, болды. Біздің адамдар, мысалы, қазір дәмханаға бір жерге кірейікші, бір адамның алдында бәленбай тарелка тұрады ғой. Первый, второй, одан қалса жаңа кола, десерт, деген сияқты кәдімгідей бір тойдың тамағы тұрады. И ана адамдарды қарасақ, стройный, енді ол жақта қатты бір толық семіздерде бар шығар, мен бірақ ондайлар қатты кезіктірмедім. Көпшілігі жаңа дене бітімі өте әдемі. Өте әдемі, и ондай көп уақыттарын тамақ ішуге құртпайды екен да. И ол жақтарда дәмханалары, ресторандары, білмеймін, бір 7-8-ге дейін, даже магазиндері от силы 8-ге дейін ашық шығар. Уже 9-да сен ашық дүкен табуың өте редкі да. Қала ол кезде ешкімнің қарны ашпайды, ешкім қонақ келіп қалмайды. Сұраныс жоқ. И қала полностью кешке ерте ұйықтайды да. Уже 7-де уже бүкіл дүкендер жабылып, мысалы біз ойладық да, бір 8-дерде дүкен киім аламыз ба деп шықсақ, қайдағы 8-дерде уже олар жабылып қалған да. Яғни қалада толық тыныштық 8-9-дарда уже болады екен да. А біздерде 8-9-дарда нағыз тіршілік басталады ғой десеңізші. Адамдар жұмыстан шығып, и кафелердің бәрі бізде 12-1-ге дейін деп ашып тастаған ғой. 24 сағат. И содан-ақ уже біздің образ жизніміздің, біздің өмір сүру салтымыз содан-ақ көрсек болады да. Біз уже мемлекеттік уровеньде біздің денсаулығымыз нашар екенін содан көрсек болады. Потому что, мысалы, онда біз ұйықтап қалуымыз керек, бірақ кафелер ашық тұрған себепті, или бізде сұраныс болғандықтан ол ашық тұрады. И түнімен біз жаңағы тойлап, апама деземсай боламыз десең. Дискотекада өтіп жүретінбіз. Негізінде кез келген аурудың алдын алу үшін ең бірінші біздің тамағымыз дұрыс болу керек. Яғни ауру астан деп айтады ғой қазақ халқы. Оның астында үлкен даналық бар да. Яғни сіздің аузыңызға түсіп жатқан әрбір нәрсе өзінің бір ізін қалдырады ағзада. Егер сіз ағзаңыздағы жаңағы токсиншылықтарды кетіретін дұрыс детокс тамақтарын жесеңіз, онда сіз тазаланасыз, сауығасыз. Ал керісінше сіздің энергияңызды алатын, ағзаға наоборот мусоршылық болатын нәрсе жесеңіз, соның последствиясымен страдать етесіз деген сөз ғой. Сондықтан біздің рационымыз сол белокқа, пайдалы майларға, углеводтарға бай баланстағы
тамақ болу керек. Ол өте оңай, бағана айтып кеттім жоғарыда жолдарын. Және су балансын реттеуіміз керек. Яғни тамақтың сосын гигиенасына қатты мән беруіміз керек. Яғни тамақты 30-40 рет шайнау, немесе шай тамақпен бірге су, шайды былықтырып бірге ішпеу деген. Бәрін бірге қосып, иә. Тамаққа дейін шайды, суды 40-50 минут алдын ішеміз, немесе кейін 40-50 минуттан соң ішеміз. Осындай основной правилаларды сақтаса, негізі кез келген адам сау болады. Ең бастысы, адам денің саулыққа деген, денім сау болсын деген адам дұрыс тамақтанудан бастау керек. Ал құрметті көрермен, осымен біздің екінші интервью дейміз ба, подкаст дейміз ба, өздеріңіз қалай атасаңыздар да, ең бастысы біздің сіздер үшін дайындаған контентіміз осымен тәмам. Қысқа нұсқа болса да, сіздер үшін барынша пайдалы ақпараттарды Аида ханымнан білуге тырыстым. Егер сіздердің де осы сұхбатты көріп отырған кезде бір қандай да сұрақтарыңыз туындаса, міндетті түрде комментарийге, пікірге жазып кетіңіздер. Келесі түсірілімдерімізде міндетті түрде сол сұрақтардың жауабын Аида ханымнан білетін боламыз. Иншаллах. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр. Аллаға шүкір, бұған предзаказға ашық. Кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады.